Ассалаумағалейкум достар, және арнаның барша көрермендері. Мынау менің бүгінгі сіздерге ұсынып отқан нәрсемді көріп, сантехникалық жұмыстармен айналысайын деп отыр екен деп ойлап қалмаңыздар. Мен бүгін эхолотқа ротатор жасамақшымын, яғни подставка. Мынау біздің қысқы балық аулауға қажетті болатын подставка жасамақшымын. Яғни ойықтың үстінен қоятын. Мен қазір бірден сіздерге эхолотымды көрсетіп кетейін. Менің эхолотым мынандай. Garmin 4 Vivid 4 SV деген GT20 деген жаңағы датчигі бар. Осыған жаңағы ротатор жасамақшымын, яғни подставка. Сонымен бізге керек болатын нәрсе көріп тұрғандарыңыздей пластик түтікшелері, сантехникаға қолданатын. Бастап айта берейін. Мына жерде мен енді тұрбаның бәрін, түтікшенің барлығын кесіп дайындап қойдым. Видеоны ұзартпау мақсатында. Бәрі міне өлшеніп дайын тұр. Қазір сіздерге түсіндіріп айта кетейін. Мынау крестовина. Менің алып тұрған жаңа мынау пластик түтікшемнің диаметрі 32 диаметрлі тұрбаны алдым. Ол енді міндетті түрде оны алмай-ақ өзіңіз кез келген тұрбадан жасай берсеңіз болады. Маған өзіме ыңғайлысы осы болды. 32 тұрбаны алдым. Мынау да сол жаңағы 32 тұрбаның крестовинасы соған келетін. Мынау крестовина, осыны алып, мынау аяқтары болады. Бұлай мінекей қазір бұлайынан көрсете кетейін сіздерге. Мынау төрт жағынан бұлай төрт аяғы болады. Мінекей. Оның басына мынандай заглушка дейді. Осымен бастарын бітейміз мінекей мынаның төрт жағына. Бұл жаңа біздің ойығымызға түсіп кетпес үшін мынау ұстап тұруға арналған аяғы. Болады біздің болашақ ротаторымыздың мына түтікшелердің әрқайсының ұзындығы 10 сантиметрден қылып алдым. Менің жаңағы мұз бұрғымның диаметрі 150-лік. Соған түсіп кетпейтіндей қылып, өзіңіздің енді әркім өзінің жаңағы мұз бұрғысының диаметріне байланысты жасайсыздар ғой енді. Мысалға, мұз бұрғыңыздың диаметрі 130 болса, мынаны 10 сантиметр емес кішірейтуге болады. Одан кейін мынаның ортасын міне көріп тұрсыздар, мына жерден қазір тесуге белгілеп дайындап қойдым қақ ортасынан. Ортасын тесіп, онда мына осы 32 тұрба сиятындай қылып, менің бұрғым мынадай. Мынау енді ағаш тесуге арналған, пластикті де тесетін шығар деген ойдамын. Мынаның ортасын осы бұрғыммен қазір тесетін болам, мынаның ортасын. Мынау жаңағы біздің ойығымыздың үстінде тұратын болады. Ортасында мынадай жаңағы біздің стойкамыз тұрады. Ол енді менің қазір қолданатын стойкамның түтікшенің ұзындығы ұзын. Бұл жерде енді қазір мына жерде кадрға сыймайтын болғаннан кейін мынандай қысқаша түтікшемен сізге көрсетіп отырмын. Мынаның ортасынан өтіп кететіндей қылып тесік тесеміз. Оның басына жаңағы мынау адаптер дейді. Кешіріңіздер. Муфта дейтін. Осы міне муфтыны басына бекітіп, оның басына мынадай бір нәрсе таптым. Бұл енді жазғы мынау біздің бақшаларды суаратын шлангыға арналған нәрсе болса керек. Мынаның іші ашылады. Ішінде мынадай нәрселері бар. Мынаған 20-шы тұрбаны салып, осыған бұрағанда қысып қалады, қысқасы. Соны мынау муфт арқылы мынаған қыстырып бекітіп, жаңағы датчик тұратын ортасындағы тұрбаны 20 диаметрлі түтікшеден жасайын деп тұрмын ғой. Ол мынаның ішіне кіреді. Сонда мен телескопический сияқты қылып, телескопты қылып жасайын деп тұрмын енді. Мінекей. Шамамен осылай болады мінекей. Мынау жаңа біздің крестовинамыздың астында тұрады. Оны енді қазір мына жерде кадрға бәрін сыйғызып көрсету қиын. Сіздерге шамамен түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Қысқасы былай қылайық, мен қазір енді
мынаны қалай дәнекерлегенімді көрсетпей ақ қояйын сіздерге. Нені видеоны қысқарту мақсатында қазір мынаумен тесіп, жан-жақтарының бәрін дәнекерлеп алғаннан кейін қайтадан қосылатын боламыз. Алысқа ұзап кетпеңіздер. Егерде тұрбаны, түтікшені егер арнайы кесетін қайшыңыз болмай, мен сияқты мынадай арамен кесетін болсаңыздар, сіздерге бір лайфқа көрсете кетейін. Қағазды аламыз, өзімізге жаңа түтікшенің керекті өлшемін өлшеп аламыз да, сол жерден жаңа кесетін жерімізге мынадай қағазды, кез келген қағазды ораймыз, тегістеп, мынау қағаз бір-біріне айқасып кетпей, тегіс оралатын болу керек. Неге? Мынаны тегістеп ораймыз. Бұны жаңағы қағаздың мына шетін скотчтап қойып, осы қағаздың өзінен кесе салсаңыздар да болады, болмаса мынадай маркердің көмегімен жаңағы мына қағаздың шетінен сызамыз былай мінекей. Қағаздың шетінен сызамыз. Қағаздың шетінен сызып алдық. Енді мінекей қағазымызды ашқан кезде көріп тұрсыздар, мінекей теп-тегіс, түп-түзу сызық. Содан кейін енді мына араңыздың көмегімен ешқандай қисайтпай, мына көріп тұрсыздар ғой, мынау жаңағы сызбай өлшемей кескенде басы мынадай болып қалған. Ал енді мына өлшеп алғаннан кейін мынадай теп-тегіс қылып кесіп аласыздар. Сонымен достар, мінекей мен жаңағы барлық пісіріп дәнекерлеу жұмыстарын бітіргеннен кейін менде мынадай керемет ротатор шықты. Мен өзіме өте ұнап тұр. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Әрине, мынау видеоны қысқарту мақсатында барлық жұмыстардың жасалған барысын түсірмедім. Сіздерге енді қазір нақты өлшем туралы айтып кетейін. Сонымен ең бірінші біздің стаягымыздың мына түтікшенің тұрбаның диаметрі 32 мм. Мен енді 32 мм алдым. Оны өздеріңіз енді әркімге әрқалай ғой енді. Кімнің қолында қандай материал бар дегендей соған байланысты өздеріңіз қарайсыздар. Маған өзіме 38 диаметрлі ұнады, сондықтан 32 диаметрлік түтікшені алдым тұрбаны. Оны көріп тұрғандарыңызда мінекей мына крестовиннің ортасын осыған сәйкес келетіндей қылып тесіп, оны мына біздің жаңа негізгі мына түтікшемізге кигіздім. Онда мынау бос емес, мына тығыз, ешқандай люфт жоқ. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай мына тығыз жүретіндей ғана қылып, осындай қылып жаңағы орналастырдым. Көріп тұрғандарыңыздың бастарына мінекей заглушкасын қойдым. Одан кейін мына басына муфты қойып, муфтының басына бағана көрсеткен мынау енді меніңше бұл неге қолданылатын сияқты, мынау сол айтып өттім ғой, бау-бақшаларды суаруға шлангілерді қысып қоюға арналған құрылғы деймін. Менің ойымша солай сияқты. Сол мынау одан кейін мынаның ішіне 20 диаметрлі түтікшені жіберіп тұрбаны, оның басына мынандай адаптер дәнекерледім. Бұны да мынаның ішіне тығыз жүретіндей қылып, ешқандай люфт жоқ. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай тығыз шығады. Мінекей алыстан көрсетейін. Мынау осында телескоп болып шықты бізде. Мінекей қажетімізше мынаны созып ұзартамыз да, мынаны бұрақ қойсақ, мынау қысып фиксиртетіліп қалады, яғни ұстап тұрып қалады. Ешқандай сонда мынау қозғалмайды. Өзімізге керектеріңдікке шейін шығарып аламыз да, содан кейін фиксиртетіп қоямыз, яғни тұрақтандырып. Одан кейін мынау
мына жерін көріп тұрғандарыңыздай кесіп мынандай шуруп бекітіп қойдым. Бұл бізге мына өзімізге қажетті тереңдікке жаңа ойығымызға салғаннан кейін мынаумен қысып қоямыз. Сол кезде міне мынау біздің мынау аяғы ешқайда жүрмей орында бізге қажетті жерде тұратын болады. Мінекей. Так, одан кейін бас жағына мінекей мынау жанына былай қарай жандама тұрба шығардым. Мынау 25 диаметрлі. Онда енді міндетті түрде 25 диаметрлі түтікше емес, өзіңізге 20 бола ма, болмаса мына тройниктен де қандай табасыз. Менің мына тройнигім 32-де 25. Бұлай мынаған енді 32 түтікшеге келіп тұр. Бұлайынан 25 түтікше шығатын. Бұның енді мынадан 20 диаметрлі түтікше шығаруға да болады. Енді әркім өзіне қажетті деп есептегенін қояды ғой. Бұл енді мына жанынан шығып тұрған жандама түтікшеге мен кешіріңіздер, мынандай хомут алдым. Мінекей осы хомутпен мынаған бекітіп, осыған әрі қарай жаңағы өзімнің эхолотымды қоятын болам. Мына көрсетіп өткен мінекей мына эхолотты. Сонда бұл мына жерде шамамен былайынан тұратын болады мінекей. Ол енді мен мына эхолоттың артына бекітетін өзінің арнайы жаңағы несі бар, қосымша өлшеге. Оны заказ беріп қойғым, ол енді жақын арада келіп қалу керек деп ойлаймын. Сонымен мінекей мынау арқылы, мына хомут арқылы жаңағы мына біздің эхолотымызды бекітіп қоятын боламыз. Ал мынау енді бұл қолға ұстауға ыңғайлы болу үшін әдейі мынаны істеп қойдым. Бұл енді міндетті емес, бұны қоймай-ақ мынаның жаңағы мынаның басын бекітіп жасаңыздар да болады, заглушка қойып. Бірақ енді мынау мен өзіме былай ұстап жүруге ыңғайлы болсын деп мынандай қылып істеп қойдым енді. Мінекей. Ал енді мынау түтікшеміздің басына мынандай адаптер орналастырдым. Енді менің эхолотымның мынау датчигі GT20 деп аталады. Сол Garmin жаңағы мына эхолотымыздың датчигі. Енді міне мынаны қыспай босатамыз. Мынаны босатып басына мына эхолотымыздың датчигін орналастырамыз. Өзімізге жаңағы керекті тереңдікті шығарғаннан кейін мінекей өзімізге қажетті тереңдікті шығарып аламыз да мынаны қысып қоямыз. Сонда мінекей біздің эхолотымыз судың астына қажетінше жіберетін боламыз, астың жағына жіберіп, одан кейін мынау аяғымызды өзінің орнына, қажетті орнына бекітіп қоямыз. Және шнурымызды алып мынаған байлап қоямыз. Мінекей сонымен осындай керемет ротатор жасап алдым. Бұл әрине тек қана Garmin эхолот емес. Сол сияқты қазір бізде көбіне мына көпшілік қолданатын практик эхолоты болсын, басқа да эхолоттар болсын, осындай қылып жасап алсаңыздар болады. Мінекей. Бұл енді мен сізге қазір маған қаншаға шыққанын дәл нақты есептемеппін, сондықтан айта алмаймын. Енді онша қымбат емес деп ойлаймын. Өздеріңіз де ойлап қараңыздар. Мінекей. Менде қазір не болды? Мынау екі адаптер мынау. Одан кейін мына құрылғының аты қалай аталатынын білмеймін. Осыны алдым. Бір муфта, тройник, 4-5-6 заглушка. Одан кейін мынандай тройник. Мынау отвод дейді, жаңағы бұрыш. Одан кейін менің мына түтікшем 32 диаметрлі жаңа айттым, 70 сантиметр болды. Және ішінде 20 мына ішкі түтікшенің ұзындығы да 70 сантиметр. 20 диаметрлі
түтікше. Сонымен енді өздеріңіз шамамен есептеп алыңыздар. Менің ойымша бір әрі кетсе 3,5-4 мыңдайға шығатын шығар деп ойлаймын. Мінекей осындай керемет радиаторды өздеріңіз қолдарыңыздан жасап алсаңыздар болады. Менің бүгінгі видеом ұнап көңілдеріңізден шықса, әрине әдеттегідей бас бармақты жоғары қарай қойыңыздар. Пікір қалдырып белсенділік танытыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.